Hi guys, сәлем достар, қалайсыздар? Мен дәл қазір сіздермен бірге ағылшын тіліндегі ең маңызды мәселелердің бірін шешуге тырысамын. Present simple, яғни осы шақтың ішіндегі жалғасушы шақ present continuous және де present perfect continuous. Екеуінің қандай да айырмашылығы бар деген сұрақ туындаса, мен сіздерге мысалмен түсіндірейін. Present continuous'та дәл осы шақта істеп жатқан бір жұпты ойлаңыздар, күйеуі жаңа ғана инстаграмды ашып, соны қарап отыр. Не болып отыр екен инстаграмды? Қарап жіберейік. Күйеуі инстаграмды қарап жатыр. Husband is looking of Instagram. Әйелі қарама, мен сізде мазғы бар той. Ал әйелі болса инстаграмды 2 сағаттан бері қарап отыр. Яғни ағылшыншада wife has been looking of Instagram for 2 hours. Яғни екеуінің айырмашылығын дұрыстап түсінуге тырысыңыздар. Present continuous дәл осы шақта істеп жатқан іс-әрекетіңіз болса, жаңа ғана басталып. Present perfect continuous 2-3 сағаттан бері істеп жатқан іс-әрекетіңіз. Түсінген шығарсыз деп ойлаймын.